Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сериалдарыңызға қош келдіңіздер. Және де оның жүргізушісі мен Майзатбекова. Иә достар, бүгінгі біздің видеомыз жыр болып кеткен мультируль жайлы болмақ. Оның қазір толық видеосын түсінетін болсақ, алдымен видеомызды бастап алайық, кеттік. Руль салам деп айтып жүргенде қаншама уақыт болды. Дәл осы рульді даже оқырмандар қашан саласың, мынандай руль салсай деп айтып жүргенде де қаншама жетеді. Ақыры сол күн туып отыр. Бүгін неше ай, неше күн өткеннен кейін сол мультирульді орналастырып отырмыз. Оны қазір қалай орналастырдық, қайдан алдық, не істедік, қалай істедік, оның барлығын қазір видеоның басында толықтай өтір нүктесінен айтып түсіндіретін боламын. Ал әзір видеоны бастамай тұрып кішігірім сіздерге айтар жаңалығым бар. Ал видеоның ортасында достар сіздерге керемет жаңалығым бар. Қазір білесіздер, 1x бетте ұтылу мүмкін емес акциясы болып отыр. Сондай-ақ достар, ол жақта қазір егер де сіз менің промокодымды тіркелетін болсаңыз, баяғыда 65 мың теңге емес, қазір достар 25 мың рубль, яғни 150 мың теңге дейін бонустық сыйды беріп жатыр. Ол үшін білесіздер, төменде бекітілген комментарияға сілтемеге кіресіздер. Менің арқамнан серия влог деген промокод теретін болсаңыздар, және де өздеріңіз счеттарыңызда кем дегенде 1000-2000 мың теңге ақша салатын болсаңыздар, алғаш депозиттеріңізге біздің арқамыздан айтып қойған бонустық сыйымызды алатын болса. Тағы да достар, сол жерде айтып кететін бір жайт, қазір мына 3 автокөлікті ойнатып жатыр. Мүмкін сен сол автокөліктің біреуінің жеңімпазы атанатын. Олай болса достар, асығыңыздар, орындар өте шектеулі. Ал біз бастаймыз, кеттік. Жыр болған дәл осы. Жалпы толығырақ айтқанда былай болды. Сериал каналын бастағалы торпедасын сабап жатырық, мультирдің нелерін сабап жатырық, дискісін сабап жатырық, істеген нәрсенің барлығын істеп жатырық, бірақ барлығы әр видеоның комментариясының астында руль қойсай дейтін комментария обязательно бар. Бұл сұрақ уже менің мына жерден емес, бұдан асып кетті, уже тойдым осы сұраққа. Мультируль салсай дейтін. Хотя бы приора 2-ның рулін салбаш дейтін адамдар да бар шығып, салбар ретінде соңында. И сонымен мен жоқ, күтем дедім. Ресей еліндегі Тольятти қаласынан хабарды қолма алып көреміз, көргенге ақшасын беремін деп келістім. Ол жарайды деді. Мен бірақ ол кезде оның руль кішкене состояние сәл төмендеп еді. Кожа қапталмаған, тек қана логотип ауыстырылып, сәл істелінген. Ол 100 мың теңге келістік. Сонымен ол через Орал қаласы арқылы келді. Орал қаласынан оның достары көріп қалды ма, білмеймін, әйтеуір ол рульді 150 мың теңгеге сұрап, сол кезде ана месті алып қалған. Ойлаңыздаршы, мен 100 мың теңге күтіп отқан затымды біреулер жолдан 150 мың теңге сұрап, ана көндіріп алып қалады ғой, былайша айтқанда. И сонымен не керек? Уже сәуір айда өтіп бара жатыр, уже май айы келіп отыр, уже мамыр айы да басталып отыр. Мен не істеймін? Оқырмандар әлі жазып жатыр, руль салып алды. Мен жоқ, мен по-любому осындай мультируль қоямын деп тағы іздедім. Сонымен Астана қаласынан тағы да біреу шықты. Астана қаласынан бірақ Kia дәл осындай, дәл осы руль Kia Optima логотипімен, Kia Optimaның таза өзінің шлейфімен, бәрі сонымен 180 мың теңгеден шықты. Мен оған бардым. Ол айтады, 180 мыңнан түспеймін дейді. Еще ол барлық Киянка оны тағы да жасау үшін тағы үстінен 50-60 мың теңге кетіп қалады. Қой бауырым, керек емес дедім. Сонымен тағы да іздедім. Оликс колеса күнде ақтарып отырмын. Бір күні Алматы қаласынан, разбордың арасынан осындай руль шығады. Арқасынан қатты ДТП болған бір көлік, айырбагы атылмаған, айырбагы барлығы сау, рулін бөлек сатып отыр екен. Хабарластым, өтеді телефон, рульді кестік бағасына 85 мың теңгеге дәл осы рульді алдық. Сонымен 2 күннен кейін маған салып жерді. Ал достар, мінекей товар алатын жерге келдік. Мына жерде товар алатын нәрселер көп екен. Сол себептен. Так, мінекей біздің көптен күткен руліміз де келді. Упаковкамен, как положено, антистрессный пакет, рахат. Короче айтқанда достар, негізі бұл біз дайын Ладаға уже тігілгендерін қаншама рет заказ беріп ала алмадық, сол себептен Кияның өзінікін алдық. Бірақ дәл сол руль ма, ол руль емес пе, бір тексеріп алайық. Қазір алдымен кішігірім ашып, Попит қонау, қалдырмаймыз кішкене. Маған қалдырыңдар деп қояды ғой. Біз күткен руль міне. Кияның логотипімен мынаның барлығын кожа қаптап, опциямызда өзіміздің Ладаның логотипін қоямыз. Сонымен руль келді, қуанып, мәз болып, енді рульді салу керек болды. Енді бірақ рульді салып аламыз ғой. Алдымен логотипін іздейік деп логотипін біраз іздедік. Өзі бірақ логотип келеді, Ладалардан, Лада Весаның рулінде, осындай мультирулінде осындай логотип тұрады екен, эмблемасы. Осы логотип қана сай келеді екен, тура сол Кияның эмблемасының орнына тура осы сай келеді екен. Так, достар, енді ана жерде Кияның логотипінің орнына бізге өзіміздің Ладаның логотипін қою керек. Сол себептен қазіргі таңда біз логотипті іздеп жүрміз. Мысалға, өзіміздің Приораның рульде тұратын логотиптер кішкентай болып келіп жатыр да. Сол себептен бұған Вестанға керек болып отыр. Қазір енді бір тюнинг базасына дейтін жерге келіп отыр. Қазір бұл жерде бармақ көреміз. Мына жерге анаңыздар выхлоптар толып тұр. Қандай керек? Калина, Приора, 8-ka, 9-ka. Так, мына жақта да жоқ екен. Мына Кияның орнына бізге Ладаның значогын тауып алмай жатырық. Так, міне мына кеше мынандай біреуін алдық. Өзі негізі Ладаларда, Приораларда рулінде тұратын кішкене значок. Бұл енді
Бүгін нан қарсаңыздаршы, киянка үлкен болып тұрды, нанка бізді кемей жатыр. Сол себептен интернетте жан-жақты ақтарып қарайтын болсақ, айтады, негізі тура ананың размеріне Вестаның руліндегі значок келеді. Сонымен ол логотиптің өзін іздедік. Қанша жерді іздедік, разборлардың барлығын көрдік, ананы көрдік, мынаны көрдік. Логотиптің отдельный өзі сатылмайды екен. Сонымен енді амал жоқ, дәл осы контент үшін, дәл осы руль үшін Вестаның заглушкасы, просто айырбақ емес, просто заглушкасына еще жауап тұрады. Соның өзін сатып алдық. Так, короче, достар, амал жоқ. Ради контента, ради вас біз не істемедік. Какой-то бірдандай логотипті іздедік. Бұлардың бәрі разборда жоқ, авторазборда. Логотиптің өзі де отдельно сатылмайды, ойлаңыздаршы. Тек қана Вестаның осындай үлгіндегі логотип, жаңа Кияның үлгіндегі логотиппен сай келеді. Сол себептен дәл осы контент үшін, сіздер үшін просто эмблемаға болады 20 000 теңгеге сатып алдық. Обидно, я? Просто біздің эмблемасын аламыз, наның өзін нақты жер саласында ше. Если араларында кімге мынандай Вестаның заглушкасы керек болады, маған Инстаграмда директ жазсаңыздар болады. Қараңыздаршы, осы бір логотипке бола, бүкіл заглушканы полный сатып алдық. Амал қанша, не істемейсің, я? Контент үшін не істемейсің, родной, айтшы. Дұрыс қойып, не істемейсіңдер. Болмайтын бір нәрсені алдық па, 17 000-ға, 18 000-ға. Олексен тауып алдық, братан, бізге эмблемасы керек. Эмблемасының өзін 5 000-ға берші деймін ғой. Как бермейді ғой? Жоқ дейді ғой. 20 000-ға полный алып кет дейді. 5 000 теңге, ешкім эмблема сатпайды ғой мысалы да. 5 000-ға алам, бауырым бере салшы десем. Сонымен логотип эмблемамыз қолымызда. Мәз болып детейлинг центрге келдік. Енді рульді қондырамыз, логотип жабыстырамыз. Осыны жүре береміз ғой дедік енді. Параллельно мен еще тағы да рульді қаптайтын обшивкалармен сөйлестім. Олар сұрайды, подушканың ортасында подушканың өзіне 50 000 теңге, шетіндегі круглыйдың өзіне 20-30 000 теңге таза кожамен істеп беремін деді. Ойбай, не деген ақша, былай қарайтын болсаңыз 80 000 теңге әшейін рульді қаптаудың өзіне кетіп қалдыр, былай қарасаңыздар. Мен бүйтіп ойландым да, мүмкін әшейін 2-3 000 теңгемен бүйтіп орай салам дедім. Былай қарадым, сонымен пока ол теманы аса қатты неғынбадым, сөйтіп рульді кеп салайын десем, сюрприз енді шықты алдыма. Гнездосы сай келмейді екен. Оппа, енді не істейміз? Негіз былай қарасаңыздар, шынымен Кияның гнездосы приораға келмейді. Бірақ мен оны ойлаппын, оның бәрі осындай Кияны приораға салып жатқан келеді шығар деп. Сонымен амал жоқ. Алдында 180 000 теңгеге объявление шығып тұрған Астана қаласындағы рульге звондадым. Ол да тура осындай Кияның рулін өзінің приорасын салып алған. Сонымен қалай салып алдың, анау деп келсек дедім, көмектесші жер деген ол айтады, давай мен өзім істеп беремін саған дейді. Маған осынша қолыма ақша ұстат деді. Жарайды дедім, қолына 25-30 000 теңге ұстаттым. Ол маған өзінің рулін шешіп әкеліп берді деді. Ескі рулін алып бардым, жаңа рульді алып бардым. Өзінің ескі рульдің ортасында гнездосын кесіп алды, мынаған аргонмен варт етіп, барлығын әдемілеп салып істеп берді. Ассалаумағалейкум, тағы да бұл руль дейтін жыр болып кетті ғой. Алғанға қанша бір апта болып, әлі істеп жатырмық, ананы істеп жатырмық, мынаны істеп жатырмық. Мынаны аламыз. Мынаның ішіндегі мына гнездосы, мына біздің приораның гнездосына сай келмейді. Сол себептен біз не істедік? Өзім ескі рульді алдым, апартып, жаңағы кестірдіп, ортасына ана гнездосын кестірдіп алдым да, және де ана Кияныкінде ортасын кесіп, менің өзім приорам гнездосын мына рульге салдырдық. Яғни бұны осы жаққа варт еттік. Негізі бұл деген достар өмірге өте опасно. Кез келген адам жасай беруге болмайды. Оны арнайы сварщиктарға жасата алмайсыздар, өйткені біздің мына теміріміз алюмин болып келеді. Алюминге сварка қатты жабыспайды. Сол себептен сіздер де егер де үйіспеске кіргіңіз келіп жатса, сақ болыңыздар, ертең жасап алып варт етіп, любой время бір қатты яма ұстайтын болсаңыз, сваркаңыз ажырап кетіп, неше түрлі нәрсеге жолығып қалмаңыздар. Сол себептен бұндай нәрсе жасауға негізі кеңес бермеймін. Бірақ мен жасатқан мастер аккуратно барлығын әдемі істеген. Мінекей қараңыздар. Даже безопасно десек те болады. Үш шетінен шортпен жақсылап темірмен қатырған, анау бүйтіп ойнап кетпейді, ешқайда жылжымайды. Жақсылап варт етіп әдемілеп істеген. Енді біз қазір рульді салмай тұрып, мынаны байқап тұрған шығарсыздар. Мына краскасы қашып кеткен, мынаны қарағанда бүйтсеңіздер қашып жатыр. Осы пластмассалардың бәрін шешіп алып, өзіміз глянцевый черный қараға жақсылап краскілеп аламыз. Пока краска кебемін дегенше сіздерге бір кішкене ақпарат беріп кетейін. Қараңыздар, рульді біз кожа жақсылап обшивать етіп қаптау үшін мен негізі ойлағам бір жерге апарып етемін деп. Сөйтсем олар короче әкенің құнын сұрап жатыр. 30-40 000 деген сұрап жатыр. Одан да материалды өзіміз алдық. Міне мынандай көк жіптермен. Білесіздер ғой, біздің іші андай көк жіппен тігіледі, көк стильді сәл-сәл. Сосын мынандай бір жылтыр кожамен, мынандай бір тесік кожаны алып отырып, орысша айтқанда короче тесіктерін білесіздер ғой, негізі новыйдан шыққан BMW-ларда екі ұстайтын жеріне қойылады, ал тесік төбесімен жоғары жағы мен астыңғы жағында болады. Ол сияқты өзіміз қаптайтын боламыз примерно. Бұның өзі бір-ақ заттың өзі бір видео, бірақ бұның өзі алу, ананы варт етіп істету, ананы тігу, короче, оның өзі біраз тірлік болып отыр. Сосын ол руль дайын болды, бірақ
подушка керек. Құдай сақтасын, әрине ажал айтып келмейді ғой, любой жерден, жолда кетіп баратын мүмкін, бірдеңе болып қалады. Сен аккурат машинадасың да сенеге біреу соғып кетуі мүмкін, сол себептен бізге міндетті түрде айырбақ қажет. Рөлдегі айырбақты іске қосуым керек болды. Бірақ ол жерде бізде Kia Optima-ның подушкасын ататын артында патрон тұр. Ол патрон енді біздің Priora'ның штекеріне сай келмейді, сол себептен енді бізге Priora'ның патронын іздеп әкел деп айтты сол жігіт. Тағы да разборға бардық. Анақтадық, сөйтіп Priora'ныкін емес, Гранд-Танкін таптық. Гранд-Танкіде тура сай келеді екен. 2014 жылғы Priora, Гранд-Танк екеуінің бір екен. Гранд-Танкін әкеп бердім, ол қолдырып берді. Ешқандай артық ақша сұраған жоқ, 25 мың теңгеге гнездосымен патронын істеп берді. Сөйтіп мен негізі бұл рульді алған кезде сразу мәз болып, жаңағы сөйтіп руліміз дайын болды, былайша айтқанда жартылай дайын болды. Бірақ бұның өзінен 2-3 күннен күттік, ананың 2-3 күн іздедік, ананың 2-3 күн істеп берді. Үстіп арадан 2 аптадай уақыт өтіп кетті. 2 аптадай уақыт өтті. Енді рульді қондыру керек. Рульді келіп сап көрдім. Руль түсті орнына. Енді болмайды, қайтсек те кожаға қаптайық дедім. Қайта болмаса орап болсын бірдеңе істеп тіктіріп алайық. Тағы да ойлық сақтадым. Обшивка руль, перетяжка руль деген барлығын хабарласып шықтық. Олар сол бағадан түспейді. Эко кожаның өзі 10-20 мың теңге сұрап жатыр, ал таза кожаларда бір 30-20 мың арасында сұрап жатыр. Және де ортасында подушкасын істемейміз деп өткен айырбақ ат жеретін болса, анау мынау деген проблемалар біразын айтып кетті. Енді не істейміз? Сонымен әкеш кожаңды көрсетші дедім. Сонымен бір выездке шығатын кісі де бар екен. Келді. Тік-тік 2 кожаның түрін таңдап алдым. Қолына тамақ сумасының 10 мың теңгесін ұстаттым. Мені бірақ бере салшы, өзім ақ тегіп аламын. Адам істей алатын нәрсені адам да істей алады. Сол себептен өзімде көрейін дедім. YouTube'та неше түрлі видеолар қарадым, былай тегуге болады деген сияқтылардың барлығын көріп үйреніп алдық. Сонымен детейлинг центрде тұрып мен ойлаған бір қазір 1 сағаттың ішінде кожаны қаптайтып саламын ғой деп. Жоқ, сөйтсем видеосын өзін қарасам, кішкене біраз қиын жұмыстар бар екен. Оны тағы да мен швейняға, ательяна, киім тігетін жерлерге бардым. Олар айтады, қайтып шеттерден жіп өткізіп беріңізші десем, олар айтады, жоқ, бізге кожаға инеміз өтпейді деді. Сонымен обувныйға бардым, обувный ондай істемейміз деді. Аяқ киім тігетіндер ғой. Енді не істейміз? Таза өзіміз тігуге тура келіп отыр, былайша айтқанда. Үйге келдім, өзім көрейін дедім, тігіп отырмын, жалғасып кетіп жатыр. Сонымен осындай бір жұмыс шықты примерно айтқанда. Жаман емес, былай қарағанда басқа рульдерден аса қатты айырмашылығы жоқ, артықшылығы болмаса. Былай заводский сияқты көрініп тұр. Кішкене косяктары бар. Бірінші жұмысқа жақсы деп ойлаймын. Енді әрине бағасын беріп кетесіздер, енді өзіңіз комментария пікірлеріңізді қалдырып. Сонымен енді подушкамызды енді орналастырып, сигналын плюс-минус кабельдерін барлығын жалғап, рульді салу ғана қалды бізге. Саларын салып алдық, енді оны, короче, замокты ашып, подушканы қойшы, короче. Андай өзің отырып қосып көреді? Отырып? О, жағың апасына. Нарығын кілтті ашасыншы, дым болмайды деймін. Пақы тағасыншы? Мүмкін деп. Ар жақтан ұлдар болмаса атпайды да? Анаға плюс-минус наурат келсе тақы тағалады ғой. Тақ! Нормально ма? Сигнал болшы? Подушка жанып қалды. Подушка жанып қалды. Осы жұмыстың барлығына былай қарайтын болсақ, 2 аптадай уақыт өтіп кетті негізі. Мен руль келген кезде мәзіп салып қоямын ғой деп бірінші сториске инстаграмға салып қойғам ғой. Оны көрді оқырмандар, сонымен руліңіз келіпті ғой, қашан шығады видеосы, қашан саласыз, шығарыңызшы, болыңызшы, тезірек асығып күтіп жатырық, анау деген неше түрлі сообщениялар келіп жатыр инстаграмға дайректке. Мен былай қарағанда, мен неғып салдым сториске деп өкініп кеттім. Өйткені мен анан әлі істеп жатырмын, біте алмай кеттік. Наның өзінде мысалы руліміз толық аяқталған жоқ, бірақ ана оқырмандарым шыдай алмай рулінің видеосын шығарыңызшы деген екен. Ең бастысы бізде рульді қондыру деген мақсатпен осы видеоны осындай қылып шығарып отырмыз. Бірақ алда уақытта негізі по-любому мультирульдерін қосуымыз керек, кнопкалар бәрін жалғауымыз керек. Оны енді тағы да мен ол да енді примерно ана электрикке барасың, ананың бір лампочкасын алып қайтасың, оны да 3-4 күнге созып кетейін деп тұр. Ол үшін оқырмандарым точно шыдай алмайды ау. Сол себептен енді ең бастысы рульді қондырдық деп дәл осы үйден шығарып отырмыз. Алда уақытта енді кнопкаларын мүмкін болса для себя қосып істетіп ала саламын ғой енді. Ең бастысы осы рулімізді қаптадық, алдырдық, гнездосын барлығын ауыстырып жақсылап бартып етіп өзімізге рулімізді қондырып алдық. Ал достар, бүгінгі видеомыз примерно осылай. Қаншама уақыт қиналып жасаған жұмысымыз осы әзірге өз мәресіне жетті. Рульді аман есен қондырып алдық. Енді бұдан кейін де тағы да сұрақтар көбейетін шығар, рульді қаяқтан алдың, кімнен алдың, нөмірін берші дейтіндер. Егер де сіз мен сияқты бүйтіп қиналып жұмыс жасағыңыз келмесе, дайын рульді сатып алуға болады 200 теңгеге. Жаңағы маханшығадан 3 ай күтесіздер, заказ беріп алдырып алсаңыздар болады. Ал егер де үйтіп күте алмаймын, қадап кетеді деп қорқатын болсаңыздар, мен сияқты жасасаңыздар болады. Жаңағы басқа жақтан разбордан тауып аласыздар, оны құрастырып өздеріңіз жасап аласыздар. Ал олай болса достар, бүгінгі видеомыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Әрине, ұнаса лайктарыңызды аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, және де комментарий керемет пікірлеріңізді
қалдырып кетіңіздер. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз, жай ғана келесі кездескенше аман сау болайық.